Конституцияда айтып кеткендей, зайырлық дегеніміз ол мемлекеттің дінге, діннің мемлекетіне араласпауы. Және де осы арқылы сен өзіңнің қай дінді ұстансаң да, қай сенімді ұстансаң да, сен заңды түрде өзіңнің құқығың бар. Алайда экстремистік және террористік жолдарға бармау, және де оған шақырмау, және соны актін орындамау мәселесі қарастырылған. Жалпы енді деструктивті діни ағымдар деген кезде тек қана ваххабизмге қатысты болмаса, және псевдосалафизм, өзге де түрік жамағаттары бар. Олардың зайырлық ұғымын бұл атеизм деп түсінеді, яғни дінсіздік деп түсінеді. Психологиялық тұрғыда айтқан кезде зевактар дейді ғой. Жастар көбіне, тіпті 18-ге толмаған азаматтар бар, соларды, балаларды мемлекетке қарсы қою, мемлекеттік құрылымға, конституциялық құрылымға. Айтқым келіп отқан мәселе, олардың зайырлыққа қарсы мәселесі емес, негізі бар болған оның инструмент деп қолдану. Солардың инструмент деп қолдану арқылы олар өздеріне сторонниктер жинайды, солар арқылы олар көбейеді. Енді интернеттен басқа қазіргі кезде олардың басқа жолы қалмады ғой. Негізі біз білеміз, зайырлық ол бір мемлекеттің басқару жүйесі. Тіпті бізде ислам тарихында білеміз, көптеген халифаларымыз, яғни мысалға Абу Бәкірдің кезінде болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзінің кезінде болсын, бұл қазір исламның методикасы. Сол кезде Медина заманында мысалға жанында еврейлер өмір сүрді, христиандар өмір сүрді, олармен жақсы қарым-қатынаста болды деген секілді. Бұл зайырлық бір дінге қарсы дүние емес, дінге қарсы құрал емес, керісінше бұл әр конфессиялардың тату-тәтті өмір сүру